Қымбатты достар, қайырлы күн КВН сүйер қауым. Намысты қолдан бермейтін жүзден жүйрек, мыңнан тұлпар, бірлігі жарасқан бір топ жастар Шымқалада. Халықаралық КВН күніне орай республикалық арнайы жоба Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің кубогы үшін жүзден жүйрек, мыңнан тұлпар КВН сайысына қош келіпсіздер. Біз бастаймыз. Бәрекелді, қымбатты достар, бүгінгі сайыстың ерекшелігі қазақша КВН ойындарында алғаш рет тарихта жазылатын ойын, себебі бүгін біздер арнайы жобада 3 бірдей облыстың және бір қаланың құрамаларын жинап отырмыз. Командалар ортаға. Қымбатты достар, бүгінгі сайысымыз биылғы жылы тамаша өз бастауын алған республикалық бірлігіміз жарасқан компаниясының аясында өтіп отыр. Бүгін бірлігі жарасқан бір топ жастар сіздердің алдарыңызда. Олай болса, сіздердің қошеметтеріңізбен бүгінгі сайысқа түсетін командаларды таныстырамыз. Қызылорда облысының құрамасы. Көршілес Жамбыл облысының құрамасы. Жас құрама Алматы қаласының құрамасы. Және де Оңтүстік Қазақстан облысының жастар құрамасы. Бірден айта кетейін, әрине КВН сайысы қызық болуы мүмкін. Бүгінгі сайыста барлық командаларға қаржылай сыйлық тағайындалған. Бірінші орын 150 мың, екінші орын 100 мың, үшінші орын 50 мың, және үздік ойыншыға да, үздік командаға да сыйлықтарымыз бар. Қазақстан КВН одағатынан ерекше алғысымызды осындай сайысты ұйымдастыруға мұрындық болған бүгінгі сайыста арнайы қонақта отыр Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Асқар Исабекұлы Мырзахметоваға. Енді ерекше бір таныстыру, қымбатты достар, бүгінгі сайысымыздың қазір алқасы құрамымен таныс болыңыздар. Қазір алқасының құрамында белгілі Бақай тобының әншісі Бек Шәріп, Нысана Әзіл Сықақ театрының белгілі актері Техас КВН командасының жұлдызы Абай Аязбаев. Жастар орталығы мемлекеттік коммуналды қазыналық кәсіпорны директорының міндетін атқарушы нағыз жас Балмажан Нарбекова. Әйгілі өзіміздің жігіттер КВН командасының капитаны, Нысана Әзіл Сықақ театрының режиссері Дәнекер Оразбай. Және соңғы республикалық осы сайыстардың қазір алқасының төрағасы болып жүрген Қазақстан Шымкент телеарнасының басшысы Ғалым Омархан ағамыз. Қымбатты достар, бүгінгі сайысымыз 3 конкурстан тұрады: сәлемдесу, жамбату және еркін сайыс. Командалар Ақжол. Бәрекелді. Достар, Қазақстан КВН одағы 2005 жылы құрылды. Жалпы республикалық қазақша КВН ойындарының ең негізін қалаушы әрине ол Оңтүстік Қазақстан облысы болып танылады. Осыдан 10 жыл бұрын біздер алғаш рет Шымқалада республикалық жайдарман ойындарын өткізуді бастадық. Бүгін соның бір жалғасы іспетті, тағы бір үлкен сайыс өткізілі отыр. Олай болса, сіздердің қошеметтеріңізбен, ерекше сәлемдесулерімен сыр жігіттері Қызылорда облысының құрамасы.
Әлібек қалай орманды қала, бізде Қызылордада тал жоқ қой. Қызылордада тал жоқ болған жоқ. Бірақ сен ол серьезно жоқ. Бірақ біз өсіру үшін су керек бізге. Суды онда біз Аралдан алайық. Су жоқ бізде. Қалай жоқ су? Құрметті шымкенттер, Шардананы шамал болса арасында ағыз бағыз тұрсын, біз шамал су болатын де? Арасында болды. Сонда жігіттер, біз осы Шымкентке келіп, өзіміздің кемшіліктерімізді айту үшін келдік па? Жоқ, Тоғжан, сен қателесесің. Бұл кемшілік емес ешқандай. Бұл мақтаныш. Мақтаныш. Ғарышқа ең алғаш рет адам біздің Байқоңырдан ұшты ма? Мақтаныш па? Мақтаныш. Желде біздің. Күріш өсе де мақтаныш па? Мақтаныш. Ең алғаш рет теңіз Аралда тартылған жоқ па? Басқа жақта тартылған жоқ, Мақтаныш. Керемет. Ең бастысы қазір күз келді. Қаланы сары жапырақтар қаптап кетті. Ал бізде ондай проблема жоқ. Бізде жасыл ел деген понятие жүрмейді. Сонымен Қызылорданың мақтаныштарымен таныс болыңыздар. Қызылорда жастар құрамасы. Аралдың мықты фокусына келді. Ортаға. Бәрі ортаға. Опа. Я? Жоқ. Не болды сонда? Қыржын болды. Түркияда ауыр атлетикадан әлем чемпионаты өткен. Сонымен Қытайдың олимпиадасы, Қытайдың қызы Ли Хончуа ортада. Достар, әлемде неше түрлі қызықтар бар. Солардың бірі белгісіз бір студияда болған жағдай. Әуе толқынында UMX радиосы біздің қаламызда. Бір құрылысқа наразылығын білдіріп жатқан басшы. Айналайын, мынау не жұмыса істеп жатқандарыңа? Ана больница болса әлі бітпей жатыр. Ауруларымыз далада жатыр, 5 жыл болды. Нысанның әлі жарты бітпеген, бүткіл ақшаны жеп бітірдіңдер ғой. Тәтте! 21 ғасырдың дерті ол агент. Сонымен агентпен танысқан қыз бен жігіттің кездесуі. Саламатсыз ба? Айнұр, нижний правил 98, нижний правил 89 сіз ба? Не болды соншама? Көп сөз айтып қарындас. Жарайды? Айгүл нижний правил 98 ба? Достар, өздеріңіз білесіздер, адам бір қайғылы жағдай естісе, көңіл күйі түсіп, түрі өзгереді. Ал егер қуанышты жағдай естісе, көңіл күйі көтеріліп, қуанады. Дәл осы екі эмоцияның орнын алмастырып жүрсе, қалай болады? Едіге? Едіге? Не болды? Не болды, Едіге? Аға мерейінде отыр. Құтты olsun. Бірге болсын. Мұрат, мен жолдастарымның машина қағып кетті мына жерде. Көшенің ортасында тұрған ғой, машина бағып қағып кетті. Тема қақты ғой. 70 жасқа толған науқас жырау атамыз арқа ұстағанда қолында домбырасы болмаса не істейді? Жаста келді. Денсаулықта сыр бере бастады. Аяғымда сыздап жүр. Сыздады, аяқ сыздады.
Қазақ тілін өте жақсы меңгерген екі жігіт көшеде ерегісуде. Жай жүрсей? Өзім білем, жай жүрем ба, күрделі жүрем ба? Мен бірінші жақпен жүргенде сен екінші жақпен жүр. Мен екінші жақпен жүргенде сен бірінші жақпен жүр. Сауатсыз бірінші жақпен мен жүрем, екінші жақпен сен жүресің, спайдермен сен жүреді, үшінші жақпен ол жүреді. Қатты білесің ба? Керек десең кәме ағаларымды шақырамын осы. Жұрнақ жағаларың пиқай етелермен қосымша сөйлесек, надвойды шақыратымызда тоқташ, аңтауш, бастауш, баяндауш деген братандарым бар. Қазір мен сен тұрған жерінде етістікпен басынан тепсем, есіміңді білмей қаласың. Мен есім білмей тек қойсың ба? Тұрған жеріне атауыңмен, атақ ілігіңмен іліп алып барсам, баса деп, тасымен, тапта деп, жатысымен, жатқан жер, шығысымен шығаратын жер жатқан сен көмектесің, қалайсың ғой? Кинотеатрда болған жағдай. Қазақстанның болашағы жастардың қолында. Құрмет жоғарыда ағалар. Қазақстанның болашағын жастардың қолына бермесеңдер, бір жерін сындырып алып, бірдеңе қылып алып жүр. Бүгінгі сахнада әсемнен мен әзіл сыйлаймын баршаға. Біз тұңғыш Астана киелі сахнада әсемнен мен әзіл сыйладым баршаға. Қызылорда құрамасы. Рахмет, бәрекелді қымбат достар. Қызылорда құрамасында, Қызылорда облысының құрамасында сыр заңгерлері, сыр жігіттері, болашақ, аралас, Қызылорда секілді командалардың ойыншылары болған еді. Көрші деп те айтуға болады, бірақ бұрынғы Астанамыз, қазіргі таңда мәдени Астана, Алматы қаласының құрамасы сахнада. Мәдениеттің ордасы болған, Көркемдіктің картинасын қалыптастыра білген, ата-бабамыздың салтын сақтай білген, әдеміліктің әсері. Шырайлы шымғала сәлеметсіз бе? Құрметті жігіттер, құрметті Шымкент, біз Алматыдан келдік. Алматы элита, дамыған қала. Біз неліктен бір орысшалап бастамасқа, дұрыс па? Да, прав ты, начинай. Добрый вечер, Шымкент. Добрый вечер, Южный город. Добрый вечер, казахстанский Сочи. Привет. Привет, Хамид. Уағалейкум привет. Айналайын ау, қазақтың әдет ғұрпының кіндік қанның тамған жерінде тұрып алып не айтып жатсың? Подожди, Хамид, вы казах всегда опаздываете. Подождите, вы опаздываете, вы начали. Не айтып жатыр мынау? Что? Шо емес, шо. Мына Алматы деп тұр, сонау мәдени ордадан келгеннен кейін 100-ден жүрек, 1000-нан тұлпар дейді, Жамбыл дейді. Айналайын. Бер тұр. Вот, наша земля, наш сахна. Что хотим, то и делаем. Облыс, қала әкімдерін құрметтеп, Шымкентті құрметтеп, сонау Америкадан, қаяқтан деші? Қаяқтан? Америкадан. Барак Обама келе жатыр, кім деші? Кім? Барак Обама. Барак Обама? Обама жазылуы, Обама айтылуы. Барак Обама келе жатыр. Вот соны шампанский атып, лентасын қырып басақта, ел қатарып күтіп алайық. Соны жақсылап тұрып қабырла. Алады құрметті көрермендер. Көрерменде нең бар, тұршы жайыңа. Мен қабарлайын. Қабырла, жақсылап қабырла. Америка президенті. Баш. Ақш құрама штаттарынан арнайы Обама Барак.
Welcome to Kazakhstan in from Chimkent, Mr. President. Thank you. Good evening, dear ladies and gentlemen, and our next calm of Chimkent. Қайырлы кеш, құрметті шымкенттіктер және де өнер сүйер қауым. Қалайсыңдар шымкенттіктер дейді. Сен бейт оған. Арты сөздің керегі жоқ. Біз Америкадан Шымкентті мақтауға балап келдік. Жақсылап тұрып Шымкентті мақтап, әдем тілегі болса, соны ұрып кете берсін. It's a very simple place. It's a Chimkent, the Shakanika wanted face, one office. It's a one of the national word it is. It's a grown up, it's a woody sense. It's a word for this. Okay. Oh, Oscar Isabel, assalamu alaikum. Asghar Isabel, assalamu alaikum. Wonderful is KVN comedy show. Take a place here and the Pakatali Picans are talented. Audar. Мынау бүгінгі ойынға сен тұр, мен атайын деген көзінде шуақ. Ойында қуаты бар жігіттер жиналыпты. As Kazakh people say, біздің қазақта айтады ғой. If the nation does nothing for its son, will do anything for it. Балам дейтін жұртың болмаса, жұртың дейтін балаң қайдан болсын деп. Who is absent today? Сондықтан болашақ сіздердің қолдарыңызда. As Moimir in Mayagan says, namaz bar inshallah. Құрметті шымкенттіктер, жадырап жайнап жүрсіздер ме дейді. In a conclusion, I wish you study and work, dear people of Shymkent, of Texas. Сөзімді қорытындылай келе, сіздерге өмірлеріңізде табыс, жұмыстарыңызда жеміс тілеймін, құрметті шымкенттіктер дейді. I love you, Shymkent. Shymkent, Texas, rulers. Thank you. Thank you, Mr. President. Шамала! Құдай-ау, неткен тілінен бал тамған сөзі мынау. Жеті айтты ғой? Жеті айтын жігіті қара бала. Таним ғой? Барақ Сұлтан немересі. Барақ Сұлтан деген. Барақ Сұлтан немересі. Осы қамеге деймін да? Ертегінің бәрі ертеде деп бастала ма? Жоқ, Нұрбейіз. Кейбір ертегілер егер де маған дауыс берсеңіздер деп те басталады. Ал енді құрметті көрермендер, келесі тамашалайтын миниатюраңыз. Миниатюраңды қойсын, шетке тұр. Миниатюрам басқа командаларға көрсетеді. Соны Алматыдан кеп ыржалаңдап тұрайық енді мына жерде. Алматы деген мәдениеттің ордасы. Бір әдемі, көпті көрген адам сияқты. Сондай бір спектакль жанрында. Салиқалы түрде. Театрландырылған қойылым болса. Әке! Оппа, басталып кетті. Әке! Сонда менің бар маңдай терімді төгіп, уақытымды бөлген менің жазғым ба, әке? Айтыңызшы, әке. Сен туылған кезде мен осындай боларын біліп пем. Бірдеңе десе шығарап тұра бермегесін, әй, саған айттың не, айтпадың не? Сіз мені түсінбейсіз, әке. Түсінбейсіз. Сорыма тудың ба, бағыма тудың ба? Жібер! Иттің ғана баласын жібер! Бұл басқа спектакль кетшермен. Құдайым ай, сіздер күлесіздер, ал біз жылаймыз. Ай, қарағым, бір фоныңнан қойш күлейік. Олай болса, құрметті көрермен, тамашалаймыз. Алматыда емтиханды студенттер қалай тапсырады, көреміз. Шпаргалғы қолданбаймыз. Шпаргалғы қолданғандарыңды көретін болсам. Кім болады? Артыңызда көзіңіз бар, апай. Иә, артында көзім болады, білет. Мейлі. Кеттік. Байғамай қалдым, көрмей қалдым. Аш аузыңды. Не мына шпаргалка? Жаза бер, түйіліп қама. Құрметті жерлестер, бізде Қазақстанда бір сенсациялық жағдайлар орын алып жатыр. Біздің тарихта болмаған, бізде Азияда ойындар өтейін деп жатыр 80 күннен кейін. Азияданың Қазақстанда өтілетініне тек қана қазақ спортшылар наразылық білдіріп жатыр дейді. Өйткені олар бір орын алмасақ та адам құсап шетелде қыдырып қайту керек еді деп жүрген,
Азияда демекші, мына біздің Азияданың спортшылары қазір қызу дайындық үстінде екен. Сонымен? Соны бір қызу дайындық қалай болып жатқан көрсек деймін да, мен ойым. Қол бос болса көрсетейік. Көрсетеміз ба? Көріп жереге, көріп жереге. Көрсетейік. Ол болса тамашалаймыз. Алматы Азияда штаб пәтері жарысқа 1 апта қалды. Делегацияны қабылдауда. Сонда не істеп жатсыздар, кән? Қонақтарды не істейміз, шетелден Қытайды қайда орналастырамыз? Қытайды парақолкаға жібер. Парақолкаға жібер, сояқта өздерімен өздері боламыз. Ана өзбек ағайындар келіп жатыр. Өзбекстан келді. Өзбекстан. Метро жетпеген ғой. Бітіріп алады, жібере бер. Монғолия кепті ғой, Монғолия так. Стадионға жіберсек болмай ма? Жіберме стадионға, олар мал-балмен келіп жеп кетеді, өз өсіре алмай жатқан шөпті. Не істейміз онда? Корея мен Жапонияның алдында темір терсек берді, отырғызып қой, оларға жасамайсың, олар өздері жасап алады. Бізде тағы ақш. Айтсай, қалаған жеріне барып отыра берсін. Оған пәлен дей алмаймыз. Білесіңдер. Олай болса тағы да Қырғызстан қалды. Соңғы делегация Қырғыз бауырларымыз десе. Қырғызстан. Бірақ площадь қай жер қалды? Площадь қана қалды. Жақындатпа площадьқа олар. Үйіне қайтарып жіберсең, қайтарып площадьқа жақындатпа. Анеке, шымкенттіктерді не істейміз? Шымкенттіктерді уайымдамай-ақ қоя сал сен. Олар өздерінің орнын тауып алады олар. Құрметті жерлестер, Шымкент жалпы бұл біздің қазақтар рекорд жасаудан алда келе жатқан халық. Соның ішінде шымкенттіктер екен. Шымкенттен шыққан Қатира жапамыз 84 кило сарықта кет қапты. Ито той басталмай тұрып. Рекорд. Бір жігіт Шымкенттен шыққан, бірден 2 рекорд ұстанып етті. Оның біріншісі тойға тура уақытысында кешікпей барса, екіншісі той біткен соң тура уақытылы қайтып кетті. 2 рекорд. Міне. Кешікпеу дегенде шығады. Шымкент қаласында кешікпеу деген пән ашылып жатыр екен. Ол пәнге мұғалімдердің өзі кешігіп келеді, баспаханада кітаптардың өзі кешігіп жатыр екен. Не деген рекорд? Құдайым-ау. Ал болса тост. Қазақтың кең байтақ даласында биік зәулім сарайда бір шенеунік өмір сүріпті. Оның 3 миллион доллар болған екен. Құрметті көрермендер, сол шенеунік ағамыздың 2 миллион доллар болып, ауылда свет, газ, жылу болған тілейікші. Сонда 1 миллион жетеді да былай қарай ауылға. Ал енді сөз соңында айтатынымыз. Құрметті шымкенттіктер, керек жоқ бұған. Әшейін сөз ғой. Құрметті шымкенттіктер, 3 күн болды. Шымкент қаласына келіп, Құдайға шүкір жақсы демалып жатырмыз. Күтіп алып жатыр, квартираға орналастырып жатыр, жылу берілді ғой. Рахмет сіздерге, жаурап қатып қалдық. Құрамында Қазақ көлік коммуникация академиясының жұмыр және бүгінгінің батырлары, Сенсация Қазақ ұлттық университеті, Шіркіні және Алматы технологиялық университетінің ұнамаса қарама КВН командалары бар. Алматы қаласының құрамасы өнерлерін көрсетті. Қымбатты достар, ортада Жамбыл облысының құрамасы. Сәлем Шымкент, алдарыңызда Жамбыл облысы құрамасы. Шабақтарыңыз кәні, қаттырақ кәні. Бүгінгі мереке құтты болсын. Шымкент облысының әкімі аға, саламатсыз ба? Санат құрамасы келдік жігіттер, бейгеттер! Алдарыңызда бір автобуста барлық адам ұрлықшы. Соткым қайда? Соткым қайда? Құрметті
Қонақтар, сонымен көрейік, барлық нәрсе 50 теңге тұратын, яғни все по 50-тағы кезек. Кешіріңіздер. Өткітсем бола ма? Өткітсем бола ма? Өткітсем бола ма? Өткітсем бола ма? Кешіріңіздер. Өткітсем бола ма? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Ана 50 теңгелік сырған бере салыңызшы. Менде 30 теңге екен ғой. Кешіріңіздер. Кешіріңіздер. Ақшам жетпей қалды. Ақшам жетпей қалды. Ұрмашы өтініш. 50 теңгем бар екен ғой, қалтамда натай. Өткітсем бола ма? Кешіріңіздерші. Өткітсем. Шанкел демеші, вообще сен. Бере салыңызшы 50 теңгелік сырғаны. Өтіп кетті. Алдарында Шымкент қаласының автобусында болған оқиға. Гүлжан аялдама бар ма екен? Жоқ. Қатын көпір? Жоқ. Бекжан базары? Жоқ. Бүгін понедельник қой. Ойбай. Жігіттер, сендер осы білесіңдер ма, біздің ата бабаларымыз кезінде күнге табынған. Күнге табынған. Күн. Керексіздер отқа табынған. Керек десеңдер жерге де табынған. Жер. Алға десеңдер керек десеңдер малға да табынған. Мал. Құрметті қонақтар, сонымен көрейік, киім ательесіне, яғни реставрацияда болған жағдай. Саламатсыз ба? Саламатсың ба? Сіз реставрациясы ба? Иә, құдайға шүкір. Реставрация. Любой нәрсені қысқарасыз. Қысқарта беремін. Қысқарта бересіз ба? Жаным, сол маған бар ғой. Мына бүйтіп қалған бүйтіп шығып тұратын кішкентай бүйтіп. Ой, қайырлық қалған. Қайырлық қалған түнде еще Гүлді бересің ба дейді. Ана фигуранка Шакира. Гүлді, иә? Не? Костюм. Сіздің есіңіз дұрыс па? Есіңіз қысқарып қалған ба? Маған кішкентай дедім сізге. Мынандай жерді қайылып қалған ба? Ана Шакира. Гүлді болып тұрады, иә? Құдай, халат. Сіздің есіңіз дұрыс па? Үйдің мұрныңызда екі тесік бар ма? Не? Қайырып қалған дедім сізге. Туфли ма? Мынау, тағасы бар, туфли ал. Басыңыз істей ма? Енді не? Тұмақ. Мына барықтарыңыз білесіздер, мына қазір ұрлықшылар өте көп, ұрлықшылар ана жақта біреу ұрлап атады, ал біреуі алдында анау ел көріп, милиция көріп қалмаса, шитсқа қарап бүйтіп тұрады, бүйтіп. Алдарында шитсқа қарап тұрған бір жігіт. Сықырмайсың ба? Мен сықырмайсың. Алдарыңызда дипломын сатып алған депутат. Тұрғындары, құрметті қаланың. Шымкент, Қазақстан көркейіп келеді. Күннен күнге 2030 стратегиясы даму. Атсалсайық, рахмет бәріміз. Ондай болса көрейік, айнаға қарап, қызға өз сезімін білдіп тұрған бала. Мен сені жақсы көрем. Айгүл, мен сені жақсы көрем. Дайыр, анақта сен мамаң шақырып атыр. Дайыр, сен мамаң шақырып атыр. Дайыр, сенің мамаң шақырып атыр. Алдарыңызда болған көрініс, аяқ астында болған төбелес. Алдарыңызда тас дәуірі қазақ тілінің дамуы. Ей, балтаны берші, балтаны! Мына бүгінгі сәлемдесуімізді соңында елбасымыздың сөзімен бітіргім келеді. Мы должны приложить все усилия для дальнейшего развития государственного языка как важнейшего фактора единения из всех казахстанцев. Елбасын сөз деген қайдан біл? Ана енді жазылып тұр, оқи салғам ғой.
Құрамында Тараз 2000 көңілді жастар, Дулати жастары, сонымен қатар бауырсақтар, КВН командалары бар. Жамбыл облысының құрамасы өнер көрсетті. Енді ортаға Оңтүстік Қазақстан облысының жастар құрамасын шақырамыз. Күнде келмейді бұл шанс, тот щедрый любви, бүгінгі керемет күн, суық күн, когда сойдутся наши сердца. Сен знаешь, күнде құтылмаймыз бірден, бірақ та бүгінде бәріміз бірге. Шымкенттің құрамасымыз, ойнаймыз бірге. Шымкенттің құрамасымыз, қарсалығында. Ассалаумағалейкум, Шымкент! Кетер! Бүгін өзімізді қаламызда, өзімізді көрермен, өзіміздің әкіміміз, біз бүгін міндетті түрде ұтуымыз керек. Қалай айтамыз? Мен білем, қалай ұту керек екенін, мен білем. Ол үшін бізге керемет ән керек, би керек, шоу керек, әз керек, 2 кило ұн, 16 кило картошка, 7 кило қап. Дастархан, шай ішпеген дастархан жинау керек, светті өшіру керек, көктемде егін егу керек. Егін егу үшін күрек керек. Күректің орысшасы лопата. Лопата жайлы тақпақ. Лопата күрек, сердце жүрек, дерево тал, дедушка шал, бабушка апа, айгүл саға қапа. Жо-жо, мен тақпақ айтыш. Менде тақпақ бар, тақпақ. Шымкент деген шым қала, Алматы Тараз кен қала. Мегада жоқ, талда жоқ, Қызылорда деген айдала. Мынау сенің әзінге ана жерде бір деді, ана жерде деді, ана жерде деді ғой. Ең қатты күлген бала анау бала. Неге? Неге? Өйткені адамның күлкісінен алдында отырған қыздың шашы тұрып кетті. Менде әзіл бар. Менде әзіл бар. Көрсет. Темекі шегіп тұрған бала. Мынау темекі шегіп тұрған бала емес қой мынау. Мынау жаңағы шығып кеткен аралдың балығы ғой ойлайын деп жатқан. Тұр орныңа. Жоқ. Бізге әннен еле бөлек, бізге керемет бір ән керек. Ойбай, ән бар ғой. Ән бар ғой. Қымбат көрермендер, мен ән орындау үшін маған жігіттер мен залдың көмегі керек. Everybody. Come on everybody. Yo. Шет жүрсем сағынарым. Жабылсам шабығармын. Адашым шалқып күлсе, шалынармын. Түс айналайын өлтіретін болды ғой ананы. Айналайын-ау. Мына әніңді Нұрлан Өнербай еститін болса мұртын қырып тастайды ғой. Есің кім сенің? Жанболат. Жазира қайда? Қай Жазира? Бақайдағы. Бізге әннен шоудан бөлек бір салют керек. Шоу, салют керек. Менде бар салют, менде бар. Бар ма? Бар. Сонымен құрметті көрермендер, Қуатжанның орындауында салют, арыс салюты. Қызыл, жасыл салюттер атылады пақ-пақ-пақ. Айқынның да әні бар, аталады пақ-пақ-пақ. Мен ауылда стройка істейм, шипір қағам тақ-тақ-тақ. Сол кезде мына көрермендер күледі деп. Ойбай! Ой, Қуатжан, burada салют кән? Салют жоқ қой. Салют керек па не? Жақын арада военчас бар ма? Жігіттер, мына салют деп жатыр. Жігіттер, біз басқа командадан артық болу үшін, басқа командалар Шымкентте не болып отқан білмейді? Не болып отқан білмейді. Сондықтан біз Шымкенттің көрермендерін Шымкенттің жаңалықтарымен таңғалдыруымыз керек. Шымкент жаңалықтары. Кет.
Шымкент болғаннан кейін бірден криминал жаңалықтарынан. Кеше шымкенттік бір көкеміз өзінің көлеңкесіне шалынып құлап, аяғын сындырып апты. Енді көкеміз көлеңкесін сотқа беріп жатыр екен. Ал сот көлеңкені соттайынша күн шықпай жатыр екен. Құрметті көрермендер, өздеріңізге белгілі жас әнші Дархан Кемелов өткенде ауылға барып сиыр сауамын деп шелекке түсіп кетті. Немене біле арқаң бар күжіндалып қапты ғой. Бейбіт Қорғанның Шоқ қыздар деген ән шыққан естіген Заттыбек өртеніп кеткен балдар деген ән шығарыпты. Рахмет, сіздер болған Шымкент жаңалықтары. Жігіттер, бидік жинаңдар. Облыс әкімінің кубогында тек қана білімділер мен ақылдылар ғана ойнау керек. Сіздер өзі білімдісіздер ме? Мен ақылдымын ғой. Мен айтамайын. Екшепек 2-4 қой. Молодец. Олай болса, қымбат көрермендер, тек қана білімділер ойнайтын «Что, где, когда» ойны. Тамашалаңыздар. Олай болса, қымбатты ойыншылар, сіздерге сұрақ. Черный ящик студию. Қымбатты ойыншылар, сұрақ. Қара жәшіктің ішінде не бар? Не бар? Холодильник бар. Ойнандыға 30 секунд. Жоқ, холодильник жоқ. Холодильник жоқ, басқа нәрсе. Бұл холодильникті қаттылау білесек онау. Басқа нәрсе. Ойланайық. Ойлан. Қойшы. Болды, жауап дайын. Айтыңыздар. Біз ойлана келе, бұл қара жәшіктің ішінде қатты сүйек бар. Көрейік. Молодец. Автомобиль! Қазақтың ұлттық ойыны қызу. Алматының қызын Шымкенттің жігіті қуады. Әрине, қызда жүйрік ат, жігітте осал ат. Қусаңда жігітім қаншама, жет алмайсың маңыма, жет алсаң да маңыма, оралмайсың шаңыма. Қусамда сені қаншама, жолатпайсың маңымға, жолатпасаң маңыңа, бар шешеңнің ой. Жанына. Құрметті көрермендер, банк тонаудағы сәтсіздік. Тонау. Жат, ограбление, жат. Қолың қайыр. Тота. Маскасын шеш, түрін көрейік. Тұра, брат. Бұл маска емес, түріміз сондай. Қысқы Азияда ойындарына санаулы күндер қалды. Сол қысқы Азияда ойындарына біздің Шымкенттен жалғыз спортшы қатысса деген, әрине ол мәнерлеп сырғанау. Әділ мырза, кәнеке Шымкенттің жанкүйері болайық. Керемет, мінеке, Әділ мырза, әрине жанкүйер болайық. Осындай спортшыларымызға үміт күтеміз. Әділ мырза, сізге бір-екі ауыз сұрақ. Әділ мырза, бір-екі ауыз сұрақ. Өтініш, Әділ мырза, бір-екі ауыз сұрақ. Енді спортшылар еркелеп жатыр. Әділ мырза, бір-екі ауыз сұрақ. Оя тұрш, тоқтайым, оя тұрм. Біздің оңтүстік салт дәстүрді мықты сақтайтын қазақтардың бірі. Сондықтан атадан қалған өсиет өз балаларына ақыл айтып отырған әкесі. Ей, не істеп жатсыңдар, а? Айналайын, не істеп жатсың, а? Бір-біріңе төгілесіз ба? Екеуің бір-біріңе ағалы інісіңдер ғой, а? Қазақта жақсы мақал бар. Бөлектенгенді бөр жейді деген. Мен сендерге бірақ мысал үшін, мына таяқталшы, сындыршы. Сынды ма? Сен мынаны ал, сындыр. Сынды ма? Сен мынаны ал, сындыр. Сынды ма? Бұмен не түсіндіргіңіз келді, әке, не бұл? Бірдіндеп болғанда сынбайтын бейт, бірге ме? Төлесі өсе. Өз балапандарына тамақ алып келатқан бүркіт.
шек келген жоқ па шек опа жұт қойдың газ келеді газ жігіттер әрине жаспыз сондықтан бәрін айтта бірін айт ойыннан кейін банкет болады банкет осы банкетке барсам бар ғой менің бар ғой бір баяғы бір балалық шақ мектептегі бір махаббаттарың еске түседі баяғыда естеріңде ме айналайын ау бір қыздың артынан 16 күн жүгіріп 17 күні барып сөз саласың ғой далбас болып барасың да кешір мына қазақстан тарих кітабың бола ма дейсің да қазақстан тарих кітабын алып аласың да жайлап барып жазасың ғой ішіне ашып бүйтіп жазасың ғой мен сені сүйдім тауық қорада сенбесең сұра көк әтеш куә дейсің да бүктеп беріп жібересің ғой қызыңа не деген махаббат қызыңа беріп жібересің 3 күннен кейін қызыңның жауабы келеді мынандай жазады мен де сені сүйдім тауық қорада көк әтеш біледі ешкімге айтпа деп қойды жігіттер мысалы бізде де арыстада отырыс болады вечер болады да 15 бала 2 қыз конкретно өтеді отырыс өтеді и торт болады енді тортты кесіп атасың енді жин деп тортты кесіп көңіл күйің сын енді жин деп атқан кезде портшикеден ше бүйтіп келіп күрек түседі братандардың күрегі торт сал жерші дейді ана тортты сал жер дейді настроениең түседі тортты аласың да теп саласың көз алдында торттан айырыласың ойбай Ерек, ассалаумағалейкум. Уалейкум. Әрине, сіздің келгеніңіз біз үшін өте қуаныштымыз. Бірақ, Ереге, мынау кімдер дегендей ғой? Сұрақ. Кімдер болғанда сен өзің қара. Біздің оңтүстікте неше түрлі ұлттар бар. Көптеген ұлттар бар. Мысалы, үндіс бар ма? Бар. Кавказ бар ма? Бар. Араб, шейх бар ма? Бар. Міне. Ереге, енді қараңыз. Бәрі бар ғой, бірақ қоян қиындау екен. Қырғыз бар ма қашып жүрген? Бар. Міне. Халықтар достығы үйі. Ассамблея қылып жүрген мен жерде. Көрдің ба? Кімде ойнайсыңдар бүгін? Қызылорда, Тараз, Шымкент. Қызылорда, Тараз, Алматы. Өке Астана десе? Қалай сонда? Мысалға, Қызылорда тұңғыш Астана. Тараз 2000 жылдық тарихы бар киелі Астана. Алматы оңтүстік өнер астанасы. Шымкент астаналардың астанасы. Ереге, әрине құлаққа жақсы естіледі, бірақ астаналардың астанасы дегенге мен жүна келісе алмай тұрмын. Жоқ, мысалы, сен қайдансың? Түркістан. Рухани Астана. Дұрыс па? Сен қайдасың? Созақ. Уранның астанасы. Сен? Төлеби. Тау. Табиғаттың астанасы. Сен? Мақта. Ақ алтынның астанасы. Сен? Арыс. 9 жолдың торабы. Азияның қақпасы. Темір жолдың астанасы. Сен қайдансың? Сарағаш. Шипасу. Судың астанасы. Сенші? Шардара. Балықтың астанасы. Сенші? Әйтібек. Әкімдердің астанасы. Бәрекелді. Мінекей, Астананың астанасы Шымкент. Астаналықтар, мейрамдарыңыз құтты болсын. Өтермейлі күндер, өтермейлі түндер, сағынумен сені күтемін. Ғашықтықтың оты күйдіреді оны, махаббаттың осы жалыны. Сен де сездің оны, мен де сездім оны, жүректе оянған сезімді. Көңілім дейсің маған, асығамыз саған, бірге болайық біз әрқашан. Сегодня ты после фильма кустурицы шагаешь босиком по улице, и если никто не простудится. Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің кубогы 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар. Қымбатты достар, біз алғашқы сайысымызды аяқтадық. Сәлемдесу, енді келесі сайысымыз жамбату. Бұл сайыс бұрын ойналған, бірақ командалық түрде алғаш рет осы жерде, яғни осы сайыста ойналғалы тұр. Командалар ортаға. Сәлемдесу бойынша ұпай сандары жоғары балл 5 ұпай. Бірлігіміз жарасқан Қызылорда облысының құрамасы 5, 4, және
Бек мырза 4. Жамбыл облысының құрамасы. Барлығы 5 ұпай. Алматы қаласының құрамасы. 5 және 4. Оңтүстік Қазақстан облысының құрамасы. Барлығы 5 ұпай. Қымбатты достар, қазылар алқасы. Қазір әрбір ойыншы, яғни әр облыстың бір ойыншысы 2-2 әзілден оқиды. Сол әзілдің әрқайсысына баға қоясыздар. Жоғары балл 6 балл. Әрқайсысын жеке-жеке бағалайсыздар. Және 4 ойыншысы қатысады. 4-еу түгел болса осы жерде болады. Сонымен бірінші болып Алматы қаласының 2 әзілі. Өздеріңізге белгілі, Ринго тобы жақында бинго ұтып апты. Сөйт бинго ұтып жаңа БТА банкіне барса, БТАғылардың бәрі GTA ойнап жатыр екен. Екінші әзіл. 2 семіз әйел роддомда барып өтіріп қонып кетіпті. Қызылорда. Алдымызда қыс келе жатыр. Ең алғашқы қар жауады. Ең алғашқы болып бірінші түскен қардың айтқан сөзі. Әлі ешкім жоқ па не? Кеше Шымкент қаласының бір көшесінде 4 жігіт быт-шыт төбелесіп, нәтижесінде 2 қыз роддомға түсті. Екінші. Қазақстанда жастармен жұмыс жасайтын, жастарды қолдайтын, жастар жақсы көретін, оңтүстікті көркейтетін, оңтүстікті алға шығарып келе жатқан Шымкентті қолдайтын, сіздер сүйетін жалғыз адам Асқар Мырзахметов. Жоқ. Осылай айтшы деп өтініш қылды Асқар Мырзахметовтың өзі маған. Жамбыл. Кеше оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне бір сиыр кіріп кетті. Студенттер қолай шықпайды. Декандар қолай шықпайды. Ректор қолай шықпайды. Сөйтсем олардың әлі грант оқи деген ғой соқта. Екінші. Криминал жаңалықтары. Қазақстандағы ұрлықтың дамыған түрлері. Мал ұрлау, сотқа ұрлау, адам ұрлау. Қазір ең қатты дамыған түрі қырғыз, түрік, Қытай әндерін ұрлау. Өдедедің. Сонымен бағалаймыз. Қызылорда. Жоғары балл 6 балл. 5, 3. Жамбыл. 6, 5. Алматы. 5, 4 және 4. Оңтүстік Қазақстан облысының құрамасы. 6, 5. Екінші айналым. Екінші басқа ойыншылар ойнайды. Алматы. Шымкент қаласындағы 5 қызы бар бір апамыз, қыздары отырып қалма деп қорқып, үйіндегі бүкіл орындығын сатып жіберіпті. Екінші. Өткенде Шымкенттің бір ауылдық жерінің бір сиыры өріске барып жайылуға ерініп, үйінің жанында кафеден сорпа іше сапты. Оңтүстік Қазақстан облысы. Ол айына бір рет келеді. Ол келген күні сені көңіл күйің мүлдем болмайды. Сен ол күні кештің батқанын күтесің. Сен ол күні қараңғылықтан аңсайсың. Сен ол күні тек қана жануарлармен ғана сөйлесесің. Ауылдағы барлық кинотеатрдан көріңіздер. Фильме қой кезек. Екінші. Әйгілі футбол жұлдызы Месси Шымкенттің бір қызына үйленіпті. Енді қалың малдың орнына ордабасыға 5 жылға контракт отырыпты. Сол болса екен, армандаймыз. Жамбыл. Рахмет. Экономика жаңалықтары. Банкте кредит алатын адамдар банкирлерге арнап өлең шығарыпты. Сен отырсың кассада ақшаң санап, мен отырмын алдыңда бетіңе қарап. Маған кредитке ақша бермейсің ба? Құрдан құр отқан жоқпын ба бетіңе қарап? Екінші. Бір звезда ақын ағамыз досына арнап туған күніне тақпақ шығарыпты. Бүгін менің досымның туған күні,
Ана жақта сатылып жатыр қойдың жүні. Сол жүннің қасында отыр қой жалаңаш. Бүгін менің өте қатты қарным аш. Рахмет. Оған таңдануға болмайды. Қазір ақыны да, әнші де осындай әншілер де пайда болды, ақындар да пайда болды. Ал, бағалар. Қызылорда облысының құрамасы. Жоғары балл 6 балл. 5, 5, 5, 4, 4. Жамбыл облысының құрамасы. 5, 5, 5, 4 және 5. Алматы қаласының құрамасы. 4, 5, 4, 4 және 3. Оңтүстік Қазақстан облысының құрамасы. 5, 5, 6, 5, 5. Үшінші айналым, Алматы. Мен де тақпақ айтам. Театрландырылған спектакль қойылымындағы әдемі тақпақ. Қатал тағдыр жастарға арналады. Амал бар ма? Амал бар ма? Өз сезімің өз өзіңді алдаса. Нан ал деп ем сұмырай, неге алдың колбаса? 8,5-2-лерде келем демең. Келмедің ғой, келмедің ғой. Келесі. Жергілікті жаңалық. Өсек сияқты өз. Медициналық академияның лицензиясына қойды. Енді студенттер пиратскиймен оқып жүр дейді. Бір дипломда 10-12 мамандық бар дейма, құдай ау. Қызылорда. Сенсация, сенсация. Тарихта болмаған жағдай географияда отырым. Екінші. Хуйдын дүдүдүдей, айымы дүдүдүдей деп хабарлайды Қазақстан Today. Оңтүстік Қазақстан облысы. Біртүрлі жаңалық. Сұлулық бетте емес жүректе деген мақалды естіген бір қыз жүрегін алып бетіне жапсырып апты. Екінші. Спорт жаңалықтары. Өздеріңізге белгілі Алматы қаласында 2011 жылы қысқы Азияда ойындары өтпек. Оларға біздің шымкенттік спортшылар да қарқынды дайындық үстінде екен. Олар ел намысын мынандай спорт түрлерімен қорғамақ. Мұз сору, пакетпен сырғанау, шанамен аля-ля-ля деп келіп шетке шығып кету, қуып алып қыздар шомылдыру және тағы басқа. Жамбыл. Мына барлықтарыңыз білесіздер, қазір Арал теңізі тартылып кетті, білесіздер. Арал теңізінің тартылуына Тараздың жігіттері себепкер екен. Ол қалай? О былай. Арал, бірашқа тартыл, бірашқа. Тартыл. Екінші әзіліміз шоу бизнес жаңалықтары. Барлықтарыңыз білесіздер, қазір анау шоу бизнестен Голливудтың жұлдыздары өлең айтады, негрлер. Саусақтан бүйтіп айтады, бүйтіп айтады. Олар не үшін етеді білесіздер? Олар мақтанады екен. Менде 4 миллион бар, 5 миллион бар, 7 миллион бар деп. Ал қазақтар үндемейді, ақша жоқ бүйтіп тұрады. Жоқ. Ана аққайында айтатын ағаларымыз бар ғой мынау. Бақай тобы. Олар көрсетеді анда-санда. Майда тиын ғой, бар жоқ. Сіздермен болған Армани, менде 20 теңге бар. Сонымен пайсандары, Қызылорда облысының құрамасы. 5, 4 және 4. Жамбыл облысының құрамасы. 6, 5. Тиын таба алмай жатсың ба, Бек? 6. Тапты. Алматы қаласының құрамасы. 5, 6, 4 және 4. Оңтүстік Қазақстан облысының құрамасы. 5, 6, 5 және 6. Соңғы айналым, Алматы. Рахмет, саяси жаңалықтар. Шымкент қаласының көшелерінде сыра ішуге тыйым салғандықтан Тәуке ханның бойындағы талдар қурай бастапты. Қаламыздың көпшілік орындарында темекі шегуге тыйым салғандықтан темекі шегушілердің емес көпшілік орындарының саны азайып кетті. Ғалымдардың айтуынша темекіні қойғысы келген адам ең бірінші болды қоям деген сөзді қою керек. Қызылорда. Өкшесі шарып кеткен қыздар капрон кимей ақ қойсын.
Шехризат фильміндегі Керем 4 ағайынды екен. Керем жыртам айрам орнына қойып тастаймын. Оңтүстік Қазақстан облысы. Шетел жаңалықтар. Шетелдік футболисттер жарнамаға түсіп отыр екен. Месси Пепсиге түсіпті. Терри Анри Toyota Camry'ге түсіпті. Оны естіген Қазақстан футбол құрамасының қақпашысы Давид Лория «О, моя горе» деп айтады. Екінші. Шақырған жерден қалма, шақырмаған жерге барма деген сөздің біздің Арсын 85-лер мүлдем қатысы жоқ. Жамбыл облысы. Жұлдызды түнде ашқаламан, қайтейін шырылдаса асқазанам, ағарып атса таңға қимаймын, 10 білкін нанға тоймаймын. Екінші. 11-ші сынып мектеп бітірушілері мектепті бітіріп бара жатқан кезде өздеріне естелік ретінде кішкентай тал егіп кеткен. Мынандай примерно. Сол талды енді 1 жылдан кейін келіп көреді. Ол тал әлі кішкентай. 2 жылдан кейін келеді, әлі кішкентай. 3 жылдан келеді, әлі мынандай. 5 жылдан келеді, әлі мынандай. Сөйтсе ол талдың пародасы кәнден екен. Рахмет, енді командалар рұқсат, біз соңғы бағаларды көрейік. Сонымен Қызылорда облысының құрамасы 6-6, 5 және 5. Жамбыл облысының құрамасы 6-6, 5. Алматы қаласының құрамасы 6-6, 4, 5. Және Оңтүстік Қазақстан облысының құрамасы 6-6, 5, 6. Рахмет, командалар. Қымбат достар, енді соңғы конкурсымыз еркін сайыс деп аталады. Командалар өздеріне лайықты, өздерінің жаны жақсы көретін ойындарымен, яғни көріністермен сіздер үшін өнер көрсетеді. Алдымен ортада Жамбыл облысының құрамасы. Алдарыңызда Тараз қаласындағы ең бұзық ит. Кәрістер көріндір ме? Айрам. Сіздер білесіздер, қазір жыныс ауыстыру деген барлық жерде дамып жатыр. Сонымен көрейік, жынысын ауыстырып алған бір қыз. Өзінің туған кішкентай кезден асыраған итінен тумақ тігіп алған бір жігіт. Жатай шешім. Алдарыңызда Тараз қаласындағы қызды алып қашу. Мына шығып баратқан қап-қара қыз. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Саламатсыздар, сіздердің алдарында Шымкент қаласында бірінші рет Magic Battle бағдарламасы. Magic Battle бағдарламамыз қонағы Қырғызстаннан келген Отарбек. Есіміңіз кім? Отарбек. Отарбек емес, Отарбек. Молодец, біздің Қырғызстаннан келген қонағымыз. Не алып келдіңіз? Ашып көріңіз. Не бұл? Ашып көріңіз. Дорожный сумка. Ашып көріңіз. Ашып көріңіз. Мынау не? Ашып көріңіз. Жемпір. Міне. Жемпір. Не деген сұмдық мынау жемпір. Сізге тура келеді. Мынау маған сатып отыр, тезірек хабарласыңыздар. Бұны не істеуге болады? Мынау жерден, мынау жемпірден екі жағынан ұстайсың. Секірмек ойнайсың.
Секірмек. Көрдіңіз бе, қырғызша секірмек скакалка екен. Моғы жерде не істеймін? Несі болады? Моғы жерін ашып қоясың. Ашып қоясың. Етегінен киіп көресің. Моғы жер ашық тұрады да. Сен алған кезде отыра саласың, болды да. Хабарласыңыздар, құрметті қонақтар. Magic Battle бағана біздің қонағымыз Отарбек. Отарбек тағы не істеуге болады? Моғын, моғын киіп көресің. Киіп көресің? Моғы жерден кішкене жиырасың. Топик! Ойбай! Кейін бірден топик шығарды. Не деген сұмдық? Не істеуге болады тағы да? Смертельный номер. Смертельный номер. Фартук! Не деген сұмдық фартук шығарды. Тағы да не істеуге болады? Фартук. Мен моға смертельный номер. Өзің смертельный номері? Қараңыз. Моға жерде ақ көйлек бар, Ақ көйлек бар? Моға жерде жоқ. Көрдіңіз ба? Жоқ. Не деген сұмдық? Отарбек, мына не істеуге болады сумкамен? Моға сумканы аласың. Ешкенеге көтеріліс. Қырғызстанда көтеріліс емес па? Пакиіп қаштаны. Пакиіп бергелі. Ана жол біз келгенбіз Шымкент қаласына. Шымкент қаласының әкімінің кубогы болды. Ол жерде Шымкент өздері ұтып алды. Шымкент қонақжай халық. Бәрі айтады, Шымкент қонақжай халық, Шымкент қонақжай халық. Көрінбей тұр. Сіздер оған оңтүстік Қазақстан облысына туған күніне әдейі келіп отырған Жамбыл облысының құрамасы. Шапалақпен қарсы алыңыздар соңғанымыз. Шымкент әрқашанда біздің сүйікті қаламыз. Өйткені оңтүстікте Шымкент ең мықты қалалардың бірі. Ең бастысы Шымкент қаласы қонақжай халық. Бірге қайтамыз, жаным. Сүйікті қала, келеміз рағыда, ертеңде осында, бізді ұмытпа. Әдемі қыздар, бізге қосылыңдар, шапалақ аяма, арнайы тараздан, көңілді жігіттер. Шапалақтарыңыз қатырақ. Бәрекелді, рахмет, қымбатты достар. Ары қарай жалғастырайық. Ортада оңтүстік Қазақстан облысының құрамасы. Қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар. Микрофон берсе сөз алар, бірі басында тоқтамайтын, жамандықты жоқтамайтын, той десе бізге келіп халықпен қауышатын, билетте таусатын, еркектермен алысатын, қыздарға жабысатын, алға түсе қорықпай бір-бірімен атысатын, үлкенде сыйлайтын, кішіне қимайтын, барлығына ұнайтын, әлі жеткенде қинайтын, қыздарымен бірге келіп бірін-бірі сыйлайтын, кейде бірақ жылайтын, мынау тойды жақтырғандар, құлақты саптырғандар, тұрып-тұрып отырғандар, таңды дұрыс атырғандар, әзіл десе күлетін, той десе жүретін, қабақтарын түйетін, ең басты бірін-бірі сүйетін қонақтар, бүгінгі айтысқа қош келіпсіздер. Сонымен қазақтың рухани мұрасы болып келатқан салт дәстүріміздің, әдет ғұрпымыздың жақсы сақталғаны бұл әрине оңтүстік Қазақстан облысы. Олай болса, оңтүстік Қазақстан облысында кезекті бір айтыс болғалы тұр. Оның жүргізушісі мен, жүрсін Ерманның жас кезі. Сонымен сіздерді көп күттірмей бүгінгі ақындарға кезек берейін. Алғашқы ақынымызды ортаға шақырайық. Алаштың аяулы азаматы, сал сері, өздеріңіз күнде көрмей жүрген, көрсем бе деп армандап жүрген ақындарыңыз Шорабек ақынды қарсы алыңыздар. Шорабек ақынның қарсыласын шақырамыз. Өздеріңіздің ерке қыздарыңыз, сүйікті қыздарыңыз, әнін өте жақсы көретін, сөзін білетіндер қосылып отыратын әдемі қыздарыңыз, сүйкімді қыздарыңыз шақырамыз. Керемет, сол Айнұр ханым, студиямызға қош келіпсіз. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Не ғой мынау құрметті нелер, айтыскерлер бір жақсылап айтысты бастайықшы, ертерек бастайықшы. Болды, мен уақытым жоқ еді. Отыр шоғында, аяққа тұса болмай. Отыр. Болды. Сонымен айтысымызды бастаймыз. Кәнеке, құрметті ақындар, қайсыңыз бастайсыздар? Енді қыздың жолы жіңішке дейді, бастасын Айнұр Қапқара ханым. Тұра тұр. Қыздың жолы жіңішке деп менің жолыммен жүріп көріп пең? А? Или по черному жүріп көріп пең? Бастайын, бірақ, базар жоқ.
Алқалы жұртым армысың? Шорабек аға бармысың? Ай! Көрерменнің жылуын, қабыл ал сәлемін сұлудың. Сөз маржанын териян, сөз кезегін бериян. Айналайын Шорабек, арғарай жалғастырсай, ай, айбай, жай. Трам-та-та-там дедім ба? Трам-та-та-там-там. Ана қыз аққайың ба, қарағай ма? Рам-та-та-там, рам-та-та-там. Солу қыздар шаштарында тарамай ма? Рам-та-та-там, рам-та-та-там. Айнұр қыз не болды, көздеріңді қыса бердің? Өздеріңнің күйеуің жарамай мей. Дам-дари, дам-дари, дам, дам, арамзадам. Та-да-дам-там. Та-да-дам-там, та-да-дам-там. Қазыларға қарасам, көздерімен сынайды. Очкеңнен айналдым, Бекшарып маған ұнайды. Айналайын Бекшарып, саған бүгін шанс бар. Мен Таразға 2 күннен кейін кетемін ғой, Мистериус. Жүрсін? Қақ жүрсін? Достар, жүрсің қайда? Құрметті ақындар, енді ары қарай жалғастырсаңыздар, мынау айтысты кішкене қыздырып, бір тақырыпқа сай қойып айтсаңыздар енді. Сөйтейік. Кәнекей Шорабек ақын өзіңіз бір бастап. Көшелері қазулы дала жатыр. Адам, жолдың шеті окоп болып бара жатыр. Окоп болса не дейін, бола берсін. Мұнау бүгін қазақша КВН жақсы өтіп жатыр. Құрметті ақындар, керемет айтыс, не деген ұйқастағы айғыз. Ал енді 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар болады, айтыстың да жеңімпазы болады. Сонымен бүгінгі айтыстың жеңімпазы семейлік Ринат Зайытов. Ринат, міне көліктің кілті саған. Біз не айтқымыз келді? Айтыс бұл қазақтың төленері. Білесіздер, көкпар қырғыздарға кетті, бешбармақта бәрі жейді. Ал ата-бабамыздан қалып келатқан ұлы рухани мұрамыз айтысы жоғалтпайық. Сонда қолда бар алтынның қадірін бағалай білейік ағайын. Рахмет, қымбатты достар, енді ортада өздерінің еркін сайыстарымен Алматы қаласының құрамасы. Жыл келді жақсылықпен өтсе егеді, жоғалып жамандықтар кетсе егеді, аңсап жүрген, зарығып шаршап жүрген, ақ қанат сағынышым жетсе егеді. Өмірдің өзі бірде бақыт, бірде мұң, бірде қуаныш, бірде жұбаныш, бірде жексен ұлы, бірде арман тобы, бірде жігіттер квартеті, бірде Музарт, бірде Бекшарып. Болсаңдаршы, әңгіме мәнсіз кетіп жатыр мына жақта, қай-қайда жоқтайды. Құрметті Шымкент тұрғындары, алдарыңызда Алматыда жүрген шымкенттіктер. Сонымен арғарып кеттік. Қазақстанды бір үлкен теңіз деп алып қарайық. Шенеуніктерді, балықшылар деп алып қарайық. Сонымен тамашалаймыз, теңіздің жағасында балық аулау. Кеттік. Балық түсі ме? Сасай бірінші. Нені салады? Нені салады? Теңізге келді, неңді саласын? Сал қармағыңды. Ұстадың! Не ұстады? Не? Қызылордан көма балық? Таста бәле. Адам жейтін балық па анау?
Арық балық ол. Арық дәмі де жоқ балықтың. Өзі тоймай жүрген балық біреу тойдыра ма? Бекерге тамағыңа қылтана ақ тұрып, дәмін бұздасын ауылсыңның. Ол адам жейтін балық емес. Джекпот жігіттер. Атырауский балық ұстап алдым. Атырауский балық. Вот атырау ұстайтын болсаң осындай балық ұста. Бұл балықты бір жесең аузыңнан дәмі кетпейді. Жегесің ба? Жегем. Қандай айтшы? Бір Ресейге барғанда жедім өткенде тойға барғанда. Көрдің ба? Бұндай балықтарды Ресейден ғана жейсің. Қазақстанда жоқ ондай. Қазақстанда жеу қайда? Бұл балықтың артықшылығы, бұл балық анау экспортқа шығып жатқан балық қой. Бізге келген қонақтардың алдында дастарханға қойылатын бірінші балық осы ғой. Ойбай, ұстап алдым мен. Ой, ұстап алдың ба? Балық ұстап алдым. Қай қырып кетіп барады екен? Білмей, былай қарайды, прямо. Не дейді? Қаяқтың балығы? Күліп жатыр. Күлдіре береді. Чудо кау деймін ой. Опа жігіттер, балық ұстап алдым ғой. Дұрыс қой, теңізге келген балық ұстап алдым. Не, мышық ұстап аласың ба? Балық ұстап алдым деп. Ақтөбеге кау деймін. Қайдан білдің Ақтөбеге екенін? Жібершейші дейді. Қойшиш, не затты қоймадың ба? Жегесің ба Ақтөбенің балығын? Жегем. Қандай дәмі? Біріншісін жедім да, екіншісін көтере алмадым. Есімде жоқ ары қарай. Бүгін аласашы соны ойыннан. Алып, ойыннан кейін зак үй құратын сияқтымыз ғой. О, тараздың балығын ұстадым жігіттер. Таста. Байқа қолың тістеп алмасын. Оның әкесі акула. Жегесің ба? Жегем. Оның шешесі крокодил. Жегесің ба? Жегем. Арғы түп нағашысы оның динозавр. Жегесің ба? Жегем, бірақ баяғыда жегем ол. Так. О, міне. Шымкенттің балығы. Зеума. Бұл балық деген бір бұл теңіздің түкпір-түкпіріне уылдырық шашып тастаған балық. Бұл балықтың бір ерекшелігі, мына теңіздегі барлық уылдырық осы балықтікі. Бұл балық уылдырығын құрғақта да шаша береді. Жеп көргенсің ба? Құрақтаған жеп көргем. Қандай болады? Қалау оқсай ма, бір бәле, бір өзбекше. Одан кейін ана базардағы, дүкендегі бар ғой, дүкенде келкілер. Келкілердің барлық осы балықтың тұқымы. Тушонка да соныкі. Тушонка сиырдікі ғой. Ал жігіттер, менікін тарта бастады. Бұл енді кубок сияқты жылтырап тұрған балық. Тарта бастады деп қойып, бірден ұстап қойған адам сияқты айтып отырмын ғой мен. Ұстайын ғой, өтірік болса да. Ұстадым. Не бұл? Бұл армандарды орындаймын дейді. Бұл балықтың бір ерекшелігі, бұл балық алтын. Позолочный ма, білмеймін точнысын. Армандарды орындаймын ма? Армандарды орындаймын дейді. Кімде қандай арман бар? Оның жігіті бар ғой? Анау ше? Айбей, дәмі жаман оның. Дәмі жаман ма? Әрқайсының армандарын керегі жоқ. Ортадан бір әдемі арман ойластырайық мына жерден. Негізі, құрметті балық, біз де Шымкенттеміз. Негізі, залға да айтып қояйық, балық айтқан дұрыс та негізі. Шымкенттеміз, Алматыдан кел, жоқ, өзің айтшы, бәке. Ұсташ балықты. Өзің айтшы мен, Алматының адамына құсайын ба? Үстімдегі барақолғайын кейін ме Алматыдағы? Түрім кәдімгі Жетісай деп тұр ғой Шымкент. Мысалы мен Шымкенттікімін. Мысалы Дастан Бәйдібек. Мысалы Түркістан. Мен Арыс. Мысалы Арыстан. Мен Қызылордадан. Міне бәріміз Шымкенттеміз. Ал енді құрметті балық, мына қазақта айтады ғой, ырылдасын, қаппасын, өзіңнен жақсын таппасын дейді. Шымкент анандай, Шымкент мынандай деп жатырмыз. Әйтеуір Шымкент аман болсыншы. Шымкент тыныш болып өзімен өзі өмір сүріп жатса, біз де жақсы өмір сүреміз. Шымкенттендіру саясаты жақсылап қарқынды дами берсін. Барлығымыз жан-жақта ойнап жатырмыз. Алматыдан келді, Қызылордадан, Тараздан. Бірақ қашанда бірлігіміз, достығымыз әрқашан жарасқан халықпыз. Сіздермен бірге болған Алматыда жүрген шымкенттіктер, рахмет. Бәрекелді, рахмет, қымбатты достар. Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің кубогы үшін 100 мыңнан тұлпар атты КВН сайысы соңғы команда, яғни бүгінгі сайысты аяқтайтын Қызылорда облысының құрамасы. Достар, той ол қазақ халқының алтын қазынасы, асыл байлығы. Дәстүр сақталған әрі қызықты тойлар көбінесе еліміздің оңтүстік өңірлерінде болады. Біз өзіміздің еркін сайысымызға
сайысымызда сіздерге деген тойда кездескен қызықты жайттердің, қызықты оқиғалардың хит парадын ұсынсақ деп отырмыз. Хит парадымыздың 3-ші орында қай ақшасы қайқа кеткенін есептеп жүрген бір апамыз билеуде. 50 мың бердік, ә? Көрімдеген 50 мың. Анаған 2-3 мың кетті. Таксимен келдік, 200 теңге. Анаға 10 мың қарызбын. Ана көрімдеген тағы бересің. Сандық ашар дейтіні бар тағы. Дәл осындай керемет биден кейін бәріміз стол басына жайғасып, 2 жасқа дейін тілегімізді арнасақ. Тағы бересің, ә? Өзім 2 мың теңге алдым. 10 қана бересің. Жоқ, апа, музыка бітті ғой. Не істеп тұрсыз, апа? Тағы 3 мыңнан жинап жатырмыз. Апа, музыка бітті. Оған қаншада жинап жатсыңдар? Ал хит парадымыздың 2-ші орында Қазан-Ошақ жақта болған оқиға. Ай, балам-ау, анаяқта үйдің үлкенісің ғой, анаяқта құдалар келедір, құдаларды амандастай барым. Өзім саморын істей берем, саморын. Хит парадымыздың 1-ші орында би алаңда болған оқиға. Апа, осы кел үшмә! Осы! Құрметті көрермендер, той ол қуаныш, бақыт. Сондықтан да қуанышты күндеріміз, бақыт сәттеріміз көп болсын. Бірлігіміз жарасқан, тәуелсіз Қазақстан, Қызылорда құрамасы, жеңіске қалды бір қадам. Бәрекелді, рахмет. Қымбатты достар, осымен сайысымыз аяғына келіп жетті. Қазір сіздердің қошеметтеріңізбен бүгінгі сайысқа түскен барлық команданы ортаға шақырамыз. Командалар ортаға. Қымбатты достар, сонымен соңғы сайыс, еркін сайыс, жоғары балл 5 ұпай. Қызылорда облысының құрамасы 5 барлық тойда жүрген жігіттер 5 қойып жатыр. 4 және 4. Жамбыл облысының құрамасы барлығы 5 ұпай. Алматы қаласының құрамасы Бекшар 5, барлығы 5 ұпай. Оңтүстік Қазақстан облысының құрамасы 1-4, қалғандары 5. Сонымен бүгінгі сайыс туралы өздерінің жылы лебіздері. Бек Шағырып. Ассаламағалейкум, құрметті өнерсүйер қауым. Жалпы ойын өте тамаша. Жалпы жігіттер тек қана сәттілік тілейміз. Барлықтарыңыз жақсы дайындалғансыздар. Рахмет. Бәрекелді, Ғалым Омархан. Армысыздар, құрметті көрермен қауым. Енді бүгінгі команданың құрамындағы мүшелердің барлығы бұған дейін талай сайыстарда ысылған жігіттер ғой. Сондықтан да болса керек, бүгінгі ойындарды өте тамаша өтті. Астарлы әзіл бар, орамды ой бар, қимыл қозғалыстарының өзінен де не айтқысы келіп тұрғанын түсінуге болады. Сондықтан да бүгінгі командалардың барлығына мен жоғары баға қойған болар едім. Әбден ысылған жігіттер болғандықтан. Арасында бар кейбір сөздерді дұрыс қолданбау, дұрыс жеткізе алмау жағында кейбір түсінбей жатқан жақтары да бар. Енді ол көш жүре түзеледі деп ойлаймыз. Алдағы уақытта да бұдан да сәтті ойындарды көреміз деген ниеттеміз. Балмаржан Нарбекова, нағыз жастар орталығы. Бүгін алғаш рет аудио. Оңтүстік жастары, көңіл күйлеріңіз қалай? КВН ұнады ма? Рахмет, оңтүстіктің жастарымен бірге бүгінгі КВН маған да өте қатты ұнады. Құрметті жігіттер, мынау біздің шырайлы шым қаламызға қош келіпсіздер. Керемет ойын үшін оңтүстік жастар атынан үлкен алғыс білдірем. Жеке тоқталатын болсақ, киім үлгісі, би үлгісі, Қызылорданың жігіттері өте керемет. Рахмет сіздерге.
Жамбыл облысының құрамасына жеке өзім Арманға үлкен алғысын білдірем. Арман 20 теңге өтті. Арман бойдақ. Иә, сол үшін айтып жатырмын. Одан кейін Алматы қаласының құрамасы. Сіздер шырайлы Шымкенттің жігіттері болып, Алматы қаласында оқып атқандарыңыз әрине дұрыс. Шырайлы Шым қалада, қай қаладан қонақ келсе де, біздің шырайлы Шым қаламыз қонақ жайлығымен қашанда құшағын жайып қарсы алады. Біз ешкімді бөлмейміз, жармаймыз. Қай қаладан келсеңіздер де, біз бәріміз бірлігі жарасқан керемет жастар емеспіз бе? Ал оңтүстіктің жастарына сіздерге сөз жоқ. Жарайсыңдар, жігіттер. Абай Аязбаев. Сәлем достар, КВН өте ұнады, бүгін өте көңілді кеш болды. Достар, сіздердің аяқтарыңыздың астында басып тұрған ағаш, ол киелі ағаш. Ол жалпы атауы ағаш болғанымен кейбір ағаштар отқа жанып жатады, кейбір ағаштар суда су болып жатады. Ал бұл ағаш несімен келі? Бұл ағаш сіздердей талантты жастарды көтеріп тұрған үшін киелі. Бұл сахна. Бір адамды күлдіру, ол адамға ләззат сыйлау. Ал басқа адамға ләззат сыйлау, ол өзіңе бақыт сыйлау деймін. Сондықтан жігіттер, әрдайым бақытты болып жүріңіздер. Сау болыңыздар, рахмет. Дәрігер Оразбай. Шыны керек, Есен аға, енді бұл КВН деген өте керемет ойын. Өзімізде осы ойыннан бастағанбыз. Иә, абай? Арасында осындай айттымдар. Иә, біз сіз көрмейді ау деген жерде айтпаймыз бірақ деген. Жоқ, ол мойындау керек, сөзін ашығы бұл КВН. Иә, бұл КВН деген бұл мектеп, үлкен мектеп. Бұл жерде жақсы оқыған бала, немесе қыз, ол өмірде бақытты болады деп ойлаймын. Мен жақсы оқығам деп қойсаң да өзіңше. Бұл өзі негізінде енді бұл қазір ғой, қанша жыл болды КВН дамып келе жатыр. Қазір теледидар арқылы көрсең де, DVD арқылы көрсең де сүйсінесің да. Енді көрінеді жұмыс істелініп жатқаны, ақша бөлініп жатқаны, бәрі керемет, таза, уақытылы. Баяғыда есіңізде ма? Баяғыда қандай еді басталған кезде, енді сөздің ашығы жоқ, бірге жүрдік қой, бірақ енді менен қазір басқа жерде жүрмін. Енді қазақтарда жақсы сөз бар, ұстаздан шәкірт озады деп. Жоқ, сіздер дұрыс түсінбедіңіздер. Есен аға менің алғашқы шәкіртім. Есен ағаның ең алғашқы шәкірттерінің бірі менмін деп. Мен сізді көріп толқи беремін, сол не айтқанымды өзім білмей далбасам. Сен толқыма, сен теңіз бол. Рахмет, бақасам. Есен аға, болды, рахмет. Тек қана алға бақытты болыңыздар. Менен сіздерді көріп өзім жас кезім есіме түсіп жатыр. Жасы 45-те. Рахмет, дәрігер. Жас өтіп қой. Дәрігер, қымбатты достар, көп сыр ашылып жатыр. Жалпы жыл сайын Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің кубогын жасасақ, онда небір құпиялар ашылатын түрі бар. Қымбатты достар, онда нағыз құпия емес, енді қазір соңғы сәт, яғни марапаттау кезеңі. Ортаға осы марапаттау рәсімін жасау үшін Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары, жастар жанашыры, талай жастардың бастамаларын қолдап жүрген Әли Әбдікәрімұлы Бектаев ағамызды ортаға шақырамыз. Қадірменді өнерсүйер қауым, қымбатты жастар, облыс әкімі жаңа өздеріңізбен бірге болды, оны өздеріңіз көрдіңіздер. Сол кісінің бастамасыменен, сол кісінің инициативасыменен осы бүгінгі тұңғыш рет облыс әкімінің кубогіне осындай үлкен дода өтіп отыр. Өкінішке орай облыс әкімінің жұмысы көп, өздеріңіз білесіздер. Соның арасынан уақыт тауып келді. Қазір енді Германияның консулы келіп күтіп отырғаннан кейін баруға тура келді. Маған тапсырылған нәрсе біріншіден сіздермен біздер бір-бірімізді құттықтауымыз керек. Себебі бүгін осы жаңа жігіттер айтпақшы қасиетті сахнада осында отырған 700-ден астам жастардың өмірін ұзартатын, көңілін жадырататын үлкен бір жақсы керемет кеш болды ғой деп ойлаймын. Сол үшін жігіттерге рахмет айтып рұқсат етіңіздер.
барлық жақсы жақтарында, кемшін тұстарында мына алқа мүшелері айтып жатыр. Біз бағасын бермей ақ қояйық, бірақ менің айтатын бір сыным бар. Неге арасында қыздар жоқ? Қыздардың арасында тақпырлар болу керек. Сондықтан бұдан былай қыздарды қосып алып жүріңдер, жігіттер. Қыздар сыйлық тапсырады Әлияға. Мына жалпы бүгінгі біздің тағы да бір байқағанымыз, біздің қазақ жігіттерінің арасында көңілділер де, тапқырлар да, әзілді бір әдемі айтатын, көңілден шығатын, бір жақсы өзінің ойын жеткізе алатын жастардың көптігі. Соны түсініп отырған мына сіздер, олай болатын болса, біздің болашағымыз керемет. Біздің тәуелсіз Қазақстанның келешегі мықты қолда деп айтуға болады. Аллаға мың да бір шүкіршілік, сіздердің артықшыларыңыз да сонда. Ертең Астанада үлкен саммит өтейін деп жатыр. 55 мемлекеттің президенттері келе жатыр. Осы мәселені кішкене бір ойлансақ, біз бақытты халықтың ұрпағымыз. Біздің қазақ халқы, қазақстандықтар, Қазақстанның тұңғыш президенті дүние жүзінде бүткіл ел мойындаған, ел таныған, жұртты мойындатқан, елді танытқан үлкен халыққа, үлкен мемлекетке айналдық. Бір мемлекеттің басшысы келмейтін мемлекеттер бар. Біздің елге, біздің Астанаға 55 мемлекеттің басшылары ақылдасуға, осы жерде үлкен-үлкен мәселелерді шешу үшін келіп жатыр. Себебі біз сондай халықтың ұрпағымыз, біздің артымызда еріп келе жатқан үлкен ізбасарлар бар екен. Міне соған қуанып отырмыз. Мың да бір рахмет сіздерге. Рахмет Әлия ағамызға. Қымбат достар, енді марапаттау кезеңін бастаймыз. Біз мынау оңтүстік Қазақстан облысы қонақжай халық болғаннан кейін біздер әр команданың үздік ойыншыларына 4 бірдей кітаптан тұратын сыйлық тапсырамыз. Оның бірі оңтүстік Қазақстан облысының тарихи мәдени ескерткіштері, оңтүстік Қазақстан облысының табиғаты, оңтүстік Қазақстан облысының экономикасы және жалпы еліміздің, жалпы күллі мұсылман халқының рухани астанасы. Бұл Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі туралы тағы бір кітап бар. Осы 4 кітаптан қосылған әрбір жинақтама, яғни топтама сыйлығымыз, кітаптарымыз мынадай ойыншыларға тапсырылады. Қызылорда облысының құрамасы бойынша үздік ойыншы Искендіров Ақылбек Базылбекұлы. Алматы қаласы бойынша Ердехан Хамид Сапарбайұлы. Жамбыл облысы бойынша Шарапов Нұрболхан Ерболғанұлы. Және оңтүстік Қазақстан облысы бойынша үздік ойыншы Базарбаев Қуатжан. Ал енді ең үздік ойыншы номинациясы, сайыстың үздік ойыншысы болып 100-ден жүйрік Жамбыл облысының ойыншысы Шарапов Нұрболхан. Және де Нұрболханның атына 25 мың сыйлық, қаржылай сыйлық. Бәрекелді. Жалпы қазақша КВН ойындардағы ең қымбат қаржылай сыйлық болды. Бүгінгі сайыста барлығы құр қалмайды, ынталандыру сыйлығы жалпы ұпай саны 27,6 Қызылорда облысы марапатталады. Және 25 мың теңге. Үшінші орын Алматы қаласының құрамасы 28,4. Алматы қаласының құрамасы 20 мың сыйлық. Екінші орын 31,6. Жамбыл облысының құрамасы 100 мың теңге сыйлық. Әлияға енді кубокты өзіңіз алыңыз. Бірінші орын
32 ұпай оңтүстік қазақстан облысы. Бас жүлде яғни және де 150 мың теңге қаржылай сыйлығы бар. Қымбаттастар, баршаңызға рахмет. Қазақстан КВН одағасынан оңтүстік қазақстан облысы әкімдігіне, оңтүстік қазақстан облысының әкімі Асқар Исабекұлы Мырзахметов ағамызға алғысымызды айтамыз. Біз сайысымызды аяқтаймыз. Бірлігіміз жарасқан Қазақстан нағыз мықты мемлекет, патриоттар болайық. Еліміз тек қана алға басып, саламатта болыңыздар.